Так, біздер әлі теңізге жете алмай жатырмыз. Алла бұйырса. Негізі ондай нәрсеге бой бермеңіз. Теңізге қазір жетеміз. Теңіз жағасында отырмыз. Темірхан аға Қызылордадан. Мынау менің жолдасым айтады ғой, дейді. Ер адамдар не істеп жатыр? Ер адамдар қалай жұмыс жасайды ол жерде? Дейді. Менен сұрамайды дейді, қазір сұрап жатыр. Темірхан аға, сіз енді бізде марқалығыңыз бар ғой, не айтасыз мына жігіттерге? Біздің ауылдың жігіттеріне. Мен заптың жігіттері осы адайлар ба? Мықты жігіттер. Ер жігіттер. Сіз мына жұмыс жайында айтыңыз, қалай жеттіңіз осы жерге? Мен енді 15 жылдан артық желілік маркетингпен айналысқам. Мен бұрынғы партия қызметкерімін, инженер-строительмін. Конечно, мен бұл бірінші әйелім келді. Менде істеймін деген ойымда жоқ. Бірақ осындай бір конференцияға бардық, осындай лидершіп каникулдарға бардық. Әйелім қасында жүремін өзі чемоданын көтеріп. Одан кейін өте күшті бизнес екеніне көз жеткеннен кейін бар. Кәсіби түрде айналысуға тура келді. Мен қазір кәсіби түрде айналсам, мен қазір мақтанамын, что мен действительно желілік маркетингпен айналысқаныма. Енді ол көп айтатын уақыт жоқ қой қазір енді. Сондықтан енді мына Ақтаудың жігіттеріне табыс тілеймін, аман болыңдар. Қосылыңыздар деп айтып қойыңыз. Бақтылгүл сияқты әдемі ақылды қыздың қасында жүрсеңіздер, ешқайсысында жаман болмайсыздар. Ой, рахмет. Жақсы бәке сізге. Алматы, Астана барлығымыз отырмыз. Талдықорғаннан сәлем айтып жатырсыз. Талдықорғаннан сәлем. Сіз қалай келіп қалдыңыз? Менің де сетке келген негізі 15 жыл болды. Сетевой компаниямен деңіз, желілі жаңа маркетинг дегенге түсінбей қаламыз. Иә, сетевой маркетингке. Табысы өте мол. Осы сетевой маркетингтің арқасында балаларын үйлендірдім. Бәрін үйгіп шығардым. Бәрінің астына машинасын алып бердім, барлығының астына. Күшті. Үйін алып бердім. Сетевой маркетингте ақша жоқ деген, значит, құлақ естімейтін адамдарға арналған ғой, негізі ондай сөздер. Дұрыс айтасыз. Сондықтан бәрілерін істеңдер, адамға барлық мүмкіншілік бірдей беріледі. Енді Астана бас қаланың лидеріне береміз. Алматы. Бас қала лидердің анасымын, және анасы. Бірінші тұңғыш директор. Тұңғыш директор, өзім мастермін. Енді сетевой маркетинг деген керемет нәрсе, жаңа айтып кетті. Бірақ осы келген сетевой компаниясы өте ерекше. Сондықтан ақша көп, жаңа да басталып жатыр. Бирюзовый компания деп айтады ғой. Соның басында тұрған адамдар қандай керемет, продукциясы қандай шіркін. Сондықтан ер азаматтар бізде өте көп. Мына Ақтауды өте кереметті жақсы көремін өзім. Ол жаққа барып келгем. Сондықтан қосылыңыздар, қолдаңыздар Бақтылны. Бірге жүрейік, бірге қыдырайық, бірге демалайық. Ой, рахмет. Міне естіп жатырсыздар, біздің коллегаларымыз әр қалалардан өздерінің ой пікірлерін айтып жатыр. Баршаңызды біздің сапымыздан көруге асығамын. Құрметті партнерлар, чат қонақтары, бүгін біз Дубайда 4-ші күн демалып жатырмыз. Бүгін енді гала ужин болады, Құдай берса. Сосын ертең уже біз Алматыға қарай жол жүреміз. Енді сіздерге айтарым, сіздерге осындай жақсы демалыс, жақсы осындай не, даже эмоциямда таусылып қалды ғой. Жақсы жерде демалуға насип етсін сіздерді. Менеджер жауларыңызға 3 адамға 3-тен 9 адам болса, сіздер келесі жол Мальдивияға келіп демалуларыңызға болады. Кездескенше жақсы болайық, аман болайық. Және де бай қуатты болайық. Осы компанияның бүкіл берген бонустарын бәрін сіздермен бірге қосылып алатын болайық. Бұл қойдың басы емес деп. Әрине қойдың басы емес, бұл микрофон. Мен тұнау Ақтаудан жалғыз өзім келгендіктен микрофонды тартып алып тұрмын. Дұрыс. Себебі солай болып тұр. Баршаңыз Ақтаудан, Маңғыстаудан келіп, сәлем, менің атым Бақтылы. Басықтардың мазасын алып өте ризамын, қатты ризамын. Дубайға мен осы 3-ші рет келіп тұрмын, 2-ші рет келіп тұрмын, бірінде балама көрсетпеуге. Өте тамаша керемет, бүгінгі көңіл-күйім барлығынан да керемет. Енді айтайын деп отырғаным, өзімнің жетекшілеріне рахмет айтамын. Бірінші Алматы ағаға, екінші мені шақырған Майра ханымға, менің Әлия жетекшіме, біздің сонау күнде ақыл айтып жататын Шарбат ханымға, және де Зәра ханым сізге күнде мазаңыз алған менің атымнан басқаңызға жетістік тілеймін. Мен 2 ай ішінде менеджер болдым, міне бізбейтін мастермін, Алла қаласа келесі кездескенде директорлық
Қайырлы күн, барша тумаластар, класстастар, достар. Мен таңертең тұрып асханаға бара жатырмыз. Керемет ауа райы, күн жарқырап тұр. Міне қараңыздар, мына жерде бассейн. Су ағып жатыр. Мынау біздің демалатын отеліміз. Су ағып жатыр. Тап-тұнық, жып-жылы бассейн. Міне бассейн. Адамдар уже таң атпай келіп, суға түсіп жатқандар бар екен. Мына жақта теңіз, былай қарай жүретін болсақ, мына жақта теңіз бар. Мына қыздар теңізге түсіп кетті таң атпай. Мына жаққа мына жолмен былай қарай кетсек теңіз бар. Ал былай қарай жүретін болсақ асхана бар. Біз әңгімемізді асханадан бастаймыз. Солай. Нұрайша, біліп алдың ба менің жолымды? Қай жақта екенін, қалай жүретін, адаспайтын болдың ба? Адаспай тауып аламыз сөйтіп. Сәлем баршаңызға. Қыздар, туысқандар, біз отырмыз мына жерде қазір. Бүгін келдік неге? Дубайға келдік та, енді қазір мына жерде Бақыл ханым Ақтаудан келді, мен Алматыдан. Сөйтіп мына жерде керемет тамақтан түскі ас ішіп отырмыз. Бақыл ханымға сөз беремін ама. Қыстың оны арбуз жеп отыр. Ана жерде Алия отыр. Алия. Тумаластар, бауырлар, сәлем, Дубайдан сәлем. Барлығыңызда келіңіздер, керемет. Өмір бір-ақ рет беріледі, баршаңыздың мүмкіндіктеріңіз бар. Маған бір күні түнде Майра ханым 2 ауыз әңгіме айтты. Осындай бір үлкен жаңалық бар, адамға денсаулық керек бірінші, сұлулық, көркемдік әрине керек деп. Жанымызда, тәнімізде сұлу болу үшін біз керемет ортадан табыла білуіміз керек. Ойланбастан мен тынау Маңғыстау елінен, Ақтаудан бір үйінің ішінде ұшып келдім. Қолымда қалтамда ақшам болмаса да мен барамын деп. Өйткені маған, күйеуіме, бала-шағама денсаулық керек. Сол аппаратты мен көремін, аламын, оқимын деп 5 күн жатып Майраның үйінде оқып, үйреніп, Аллаға тәуба. Бүгінгі таңда сол еңбегімнің арқасында, халыққа жасаған қызметімнің арқасында, өзім сияқты адамдарға сол әңгімені айтып көмектескенімнің арқасында мен Дубайда тегін демалып жатырмын. Баршаңыздың мүмкіндіктеріңіз бар. Келіңіздер, келіңіздер, келіңіздер. Бірінші Аллаға, екінші Майра ханымға 1000 алғыс, бала-шағасының қызығын көрсін. Амин. Рахмет, рахмет. Қыздар, міне керемет тос болып жатыр. Бұл жерде дегенің көп деген адамдар жан-жақтан Өскемен, Қарағанды, Ақтау, және Семей, бар қаладан көшеді. Әркім өзі қай жерге отырып тамақ ішіп керемет болып отыр. Давайте.